Достар, бұл қазақша кино жолы арнасы. Арнама қош келдіңіз. Комментарий қалдырыңыз, пікір білдіріңіз, лайк басыңыз және достарыңызбен бөлісіңіз. 2020 жылы шыққан оңтүстік кореялық детективті фантастикалық триллер жанрына драма. Дораманың атауы Memories деп аталады. Фильмнің сюжеті: дораманың басты кейіпкерлері Донбек есімді жас тергеуші ерекше қабілетке ие. Оның қолынан ұстаса, ол адамның естеліктерін көре алады. Донбек осы қабілетін ауыр қылмыстарды ашуда пайдаланады. Дегенмен өзіндік әдістері көбіне әріптестеріне ұнамайды. Ол қылмыскерлерді ұстауда өте нәтижелі. Бір күні ол аса қауіпті қатыгез сериал қылмыскердің ізіне түсіп, оған қарсы тергеу жүргізе бастайды. Донбекке Хан Сон Ми есімді психолог көмектеседі. Олар қылмыскерді іздеуде өзара сенім мен түсіністікті қалыптастыруға тырысады. Негізгі кейіпкерлер: Донбек ерекше қабілетке ие тергеуші. Ол адамның ойы мен естелігін оқып, қылмыскерлерді табуға тырысады. Хан Сон Ми Донбекке көмектесетін кәсіби тергеуші және психолог. Сондай-ақ фильмде детектив жанрын ғылыми фантастикалық элементтермен үйлестіріп, көрерменді ойға батырады. Memories драмасы көрермендерді тек ерекше қабілетті детектив Донбектің өмірі арқылы емес, адамгершілік пен әділеттілік сияқты терең тақырыптар арқылы баурайды. Кейіпкерлердің ішкі қайшылықтарына келетін болсақ, Донбек тек супер қаһарман емес, оның жеке қорқыныштары, кемшіліктері мен оның әлсіз жақтары бар адам ретінде көрінеді. Дораманың негізгі ойы шынайы әділеттілікті іздеу және оны сақтау. Донбек қылмыскерлерді жазалауға тырысады, алайда барынша күш салады, бірақ сонымен бірге ол өз қабілетінің салдарына жауапты екенін түсінеді. Егер сіз бұл дораманы көрмесеңіз, міндетті түрде көруге кеңес беремін. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.